Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Тараз қаласындамыз біз әлі. Тараз қаласының қонақжайлығы мүлдем басқаша, ерекше. Кеткіміз келмей жүр. Бұл саулықтың сыры бағдарламасы BB Partners компаниясы ұсынған. Мен Тахир Сұлтан. Біз бастаймыз. Бүгін мен Қонай ағамыздың үйіне қонаққа келдім. Қонай аға, ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Мен сізді жалғыз бола ма десем, сіз қасыңызда. Бұл кісімен таныстырып қойсаңыз өзіңіз. Мен саумалыны ішіп жүргеніме 3 ай болды. Өзіме қатты ұнайды. Мен 40 жыл мұнай саласында еңбек еткем. Осы саумал ішкелі бауырымның ауырғаны, давлением бәрі қалпына келе бастады. Сондықтан да осы қайныма айтып отырған осы саумал қазақстандық өнімдерді пайдасы бар. Ата-бабамыз ішіп келе жатқан нәрсе, ата-бабамыз қанша жылдан бері ішіп келе жатқан қымызда, саумалда өте пайдалы деп айтып келе жатқан. Сол бүгін сәті түсіп, осы сіздердің Тахир баламыздың келгеніне қарсы үйге қонаққа келіп, осыған саумалын ішуді өзім ұсынып жатырмын. Қайныңыздың есімі? Қайным есі Болат. Болат мырза, амансыз ба? Ассалаумағалейкум. Енді жаңа Қонай ағамыздың бір сөзін іліп қалды құлағым. Өзіміздің отандық өнімді іш дегеніне қарағанда, сонда сіз шетелдің өнімдерін ішіп жүрсіз ба? Енді бізде қалай болады? Сол кішкене елдер айту бойынша, жаңа туысқандар нелерім айтты да, сондай өнім бар. Соны ішіп жүрген мен негізі. Сонда жездем айтады да, енді мынау біздің өнім бар, осындай жақсы, мен ішіп жүрмін, маған жақсы болды, жасыма қарай, организм жақсы болып қалды дейді. Сол енді білмеймін, көрейін деп жатырмын. Жаңа осындай жақсы өнім бар екен біздің Қазақстан жаңа шығарып жатқан саумал. Мынау өзіміздің саумалы биенің таза сүтінен жасалған, соны іштеп жатырмын. Бүйрекке, бауырыңа, ұйқы безіне пайдалы деп мен бұл қайныма енді жақсылық айтамын ғой. Мен жаман нәрсені айтпаймын. Соны денсаулығыңды осыдан түзе, өзіміздің өнімді, өзіміздің биенің сүтін іштеп дәріптеп жатырмын. Дұрыс айтасыз. Енді Қонайға айтыңызшы, нео саумалды, яғни біздің саумалды ішуге сізге не түрткі болды? Айттым ғой, және мұнай саласында көп жыл қызмет жасадым. Бізде заправкілер де болды. Бізге сол бензин, өкпемізге, тыныс орындарын өте қиын демалуымызға қиын еді. Осы саумалыны бұрыннан аталарымыз айтатын, өкпеге жақсы, бауырға жақсы деп. Негізі ағарған ішіп тұрған жақсы дейтін тұғын. Ал бір жерге барып ішейін десеңіз, ол жерде қалай болса сауылып жатады, ананы көрмейсің, таза ма, таза емес па, антисанитария, о жерден де ішкің келмейді. Күнде барып жүргені, мынау капсулада күнделікті өзің үйде дайын, еш жаққа бармайсың, қол астында ішетін өнімді өзім білем. Маған өте ұнады. Осы 3 айдан бері қолданып келе жатырмын. Давлениенің дәрісін ішпеймін. Мен 3 айдан бері осы давлением бір қалыпты. Қаншаға дейін көтерілетін еді? Мен давлением 220-ға шейін көтерілгенде өзім сезбей қалатындығым. Қазір бір қалыпты 130-120 давлением сондай болады. Қалыпты жағдайға келді. Қазір давлением орнына келгеннен кейін ұйқы да орнына келеді екен. Ұйқы безімнен ба білмеймін, ұйқым қазір кешкі 11-де жатсам, азында 7-де тұрам. Түнде ұянбаймын. Бұрын түнімен 7-8 рет ұянатын едік. Қазір ұйқым қалпына келді. Буын аурулары, асқазан, ішек жолдарында ешқандай енді менің буын ауруларым ондайда ешқандай жалобым жоқ. Меніңкі ең ауыратын жаңа бауырым сол давлением тұғын. Онан кейін тыныс жолы мынау. Бізде көп бензин жұтамыз, не қыламыз, сол жерде испарение болады жазуын бензинде. Сондай нәрселерден тыныс жолдарымыз не қылатын тұғын. Көп демігіп не қылатын. Сол деміккендеріміз тыныс жолым ашылып, бұны айтып түсіндіру қиын, адам өзі сезінбей. Өзі ішпесе, оны айтып жеткізу қиын. Демалу деген, тынысын кең демалу деген басқа бір нәрсе. Тынысың тарылып жүрген, ол басқа нәрсе. Айтады ғой, аяқ киімің тар болса, дүниенің кеңдігін қайтесің. Не пайда дейді. Сол сияқты ол тынысың қысылып демала алмасаң. Сондай болып жүрдік қой. Осы орайда айтқым келіп отырғаны, еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің бізде қағазы бар, яғни рұқсаты бар. Міне сіз өзіңіз айтып отырсыз, жаңа сіз енді мұнай саласында жұмыс жасайсыз, сондай-ақ шахтада қаншама жұмыс жасап жүрген жұмысшылар бар, уранда қаншама жұмыс жасап жүргендер бар. Мұнай саласында сол жақта жұмыс жасап жүрген барлық адамдарға ішуге бұл рұқсат етілген. Сондықтан құрметті көрермен,
бізді көріп естіп отырған болсаңыздар, онда міндетті түрде сол салада сіздер жұмыс жасап жатсаңыздар, бұл сіздердің денсаулықтарыңызға өте таптырмас дүние. Болат аға, сіз өзіңіз қай саланың маманысыз? Мен негізі художник маманмын. Өнер саласы. Өнер саласы енді бірақ қазіргі заманда өнермен қатты емес, бірақ енді тағы да параллель жұмыстар бар да енді. Бірақ өзіңіз анда-санда бір нәрсе салып қоятын шығарсыз енді, бұл Бар ондай. табиғаттан келетін бір шабық ашылған кезде сондай да бір өзіме ғана бір өзінің үйінің бәрін сол оформлениесін істейді ғой. Өнер жағында. негізі қазіргі сөзбен айтқанда уже художниктер емес, біз дизайнер болып кеттік па, уже сондай бір неге кеттік қой. Болат аға, енді сіз дизайнерсіз ғой. Мынау біздің BB Partners компаниясының мынау біз өзіміз ұсынып жүрген мынау саумалдың дизайны қалай сіздің? Бір қарап айтыңызшы, көңіліңізден шыға ма, шықпай ма, атына зат сай ма? Негізі былайынша артық ештеңке жоқ, бәрі рет-ретімен, жаңа саумал болғаннан кейін жайлау, әдемі жасалған негізі бар ғой. Анандай қалай айтса болады, лишний ештеңке жоқ та. Иногда бір көп нәрсені лишний жапсырып тастайды. Мынау негізі мынау қоңыр несі түсі, мынау бізде қоңыр ат деп айтамыз, қоңыр көз деп айтамыз. Мына әдемі негізі. Ақ деген енді біздің не ғой? Ағарған. Ағарған. Енді ақтың несін айтуын мен білмеймін енді. Ақ деген өзі бір өзінің сөзінің өзі ақ та, бұл әдемі тамаша. Обширно былай айтатын болсақ, белое это самое нужное, светлое, ценное, бағалы. Демек, біздің дизайнерімізға сіз күнделігіне 5 деген баға қоясыз. Қоямын. Бәрекелді. Дизайнерімізге алғысымыз шексіз. Міне, құрметті көрермен, бұл BB Partners компаниясы ұсынған біздің Қазақстандағы нөмір 1 өзіміздің отандық өнім. Шыны ыдыста, заман талабына сай, евростандартқа сәйкес біз осындай шыны құтыда шығарып жатырмыз. Бұның ішінде 90 капсула болады, сондай-ақ өздеріңіз көріп отырғандай қоңыр ақ түсті болады. Және биенің суреті бар. Осыны естеріңізге сақтап жүріңіздер деген келеді. Ал егерде сізде деніңіздің сау болғанын қаласаңыз, онда төменде көрсетілген нөмірге қоңырау шалыңыздар. Біздің саулықтың сыры орталығының мамандары сіздердің кез келген сұрақтарыңызға жауап береді. Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Сондай-ақ көп балалы отбасыларға жеңілдіктеріміз бар, зейнеткерлерге жеңілдіктеріміз бар. Мейрам қарсаңында тапсырыс берсеңіздер, ол кезде де сіздерге жақсы бізден сыйлық ретінде сыйлықтарымыз немесе жеңілдіктеріміз болатыны айта кетейін. Бөліп төлеу жүйесі де қарастырылған. Қонайға қорғаулы келген жоқпын. Бүгін сіздің шаңырағыңызға, сізбен сұхбаттасуға келгеннен кейін сіз жақсы ой бөлісіп, осы біздің көрермендерге өзіңіздің ойыңызды толық жеткізгеніңіз үшін, мынау біздің журналымыз, жаңа журналымыз. Бұмен тағы да бір танысып шығасыз. Ескі нұсқасы бар еді сізде, енді жаңа нұсқасы. Сондай-ақ сізге мынау біздің өзіміздің өнім BB Partners компаниясынан 3 құты саумалды мен сізге ұсынғым келіп отыр. Ал сіз, аға, өзіміздің отандық өнімді қолданыңыз. Енді жездем айтты, көреміз, аламыз обязательно. Енді міне бұл менде ішіп жүрген бұл саумалын өзім ішіп жүрмін. Осы күнге шейін 3 ай болды қолданып кеткен. Менде жақында ғана алып қойған едім. Енді бұны қайныма сыйлыққа берейін. Қонаққа келіп отыр екен. Осындай неде үйден қол шықпаңыз. Енді сізге сыйлыққа ішіп жүр. Рахмет жезде. Әне, көрдіңіз бе, қонақ болып келіп, ана, құтты қонақ келсе, қой егіз табады дейді ғой. Қайнымен денсаулық түзелсін, жақсы болсын. Құда қаласа келінді осыдан кейін тағы да роддомға жіберіп жүрме. Халқын санын көбейту керек, демографиялық жағдайымыз бар, оған да назар аудару керек екенімізді тағы да еске салайын. Жарайды, оған тоқталмай қояйық. Құрметті көрермен, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі хабарымызда жолыққанша аман сау болыңыздар дегім келеді. Төменде көрсетілген нөмірлерге дәл қазір қоңырау шалыңыздар, тапсырыс беруге тырысыңыздар. Денсаулық әр адамның өзінің ең бірінші байлығы екенін естеріңізге салайын. Күніміз шуақты, бойымыз қуатты болсын. Келесі хабарда жолыққанша аман сау болыңыздар.